Бүгін біз астрономия деген астрономия пәні, астрономия ғылымы туралы сөз қозғаймыз. Көпшіліктің сұранысы бойынша жалпылама астрономия аспан денелері туралы ғылым, әлемнің құрылымы мен дамуын туралы, қалай дамыды, қалай пайда болды әлем, осы туралы кең ауқымды қарастырады астрономия пәнінде. Бұны сіздер астрономия пәнінде білесіздер, 10 класста оқылатұғын. Жалпылама астрономия грекше астрон жұлдыз деген сөзден шығады, номос заң деген ұғымды білдіреді. Астрономияда да физика сияқты табиғат туралы ғылымдардың бірі, ерте дамыған, алғашқы қауымнан бастап осы астрономия ғылымы кең дамыған. Өйткені адам халықтар әр жердегі, жер шарының әрбір климатына, өзінің жасап отырған регионына қарамастан барлығы аспанға қарап жұлдыздарды бақылайтын болған. Темірқазық жұлдызына қарап жол тауып отырған, түнде планеталардың қозғалысын бақылаған алғашқы заманнан-ақ осындай астрономияға қызығушылық барлық халықтар арасында, барлық ұлттар арасында кең дамыған, өріс алған. Жалпылама қазіргі астрономия мен бұрынғы кездегі астрономияны салыстыруға болмайды, әрине. Қазір ғылым техниканың дамыған заманды жасап отырмыз. ID технологиясы, кибернетика дамыды. Ғарыштық кеңістіктерге ұшып жатыр, барлық планеталарға, күн жүйесіндегі барлық планеталарға ұшырылып ақпарат алып отырған құрылғылар бар, телескоптар бар, үлкен деңгейдегі ракеталар бар, космос корабльдері бар. Жалпылама аспан денелеріне біз енді галактикаларды, жұлдыздарды, планеталарды, олардың серіктерін, астероидтарды, кометаларды, метеориттерді және шаң-тозаңдарды, сол метеориттер аралығындағы шаң-тоздардан тұратын бұлттарды аспан денелеріне жатқарамыз ғой. Біздің планетамызда аспан денесіне жатады. Енді тұңғыш рет осы аспан денелерін бақылайтұғын оптикалық түтікті үлкейткіші бар. Италияның ғалымы Галилео Галилей тапқан. Осы дүрбі жасаған алғаш рет осы кісі 1608 жылы. Жалпылама жаңағы қазір жер бетінде үлкейтілген дүрбілер, оның Галилейдің дүрбісінен жасаған телескопынан мыңдаған есе үлкейтілген телескоптар жер бетінде қазір бар. Осы телескоптар арқылы біздің жақын маңайдағы ғаламшарларды бақылап көріп отыруға болады. Ал енді аспан денелер туралы сөз қозған уақытта мынау бұрын жерді әлемнің центрі деп келген болса Коперникке дейін. Ал Коперниктен кейін жер емес, әлем жаңағы күн жүйесіндегі планета екен, жер, күн центрі болады, күнді планеталар айналады деген тұжырымдаманы Николай Коперник күнді айнала қозғалатұғын, басқа планеталардың жердің де күнді айнала қозғалатұғын анықтаған ғалым, оқымысты. Біздің заманымызда астрофизика деген ғылым пайда болды. Қазір бұл ғылымда физикалық әдістермен зерттейтұғын астрономияның объектілерін физикалық әдістермен зерттейтін ғылым саласы. Бұл астрофизиктер өте кең ауқымды жұмыс жасайды, физиканың барлық заңдылықтарын қолдана отырып. Бұл өте тиімді ғылым саласы болып отыр. Жалпылама ғарыш кеңістігінде бізді миллиондаған, миллиардтаған жұлдыздар барын біз білеміз. Біздің жай көзбен қараған уақытта, біз аспанға қараған уақытта қалеген адам миллиардтаған нелерді көреді, жұлдыздарды көреді. Ал осы жұлдыздардың бізге
біреу жақын сияқты, біреу алыс сияқты болып көрініп тұру себебі бар ма деген сұрақ түскен екен. Әрине себебі бар. Жұлдыздардың температурасы, олардың көлемі әрқалай, сондықтан да жұлдыздардың өзі бірнеше топқа бөлінеді. Оны алдағы уақытта айтамыз кеңірек жұлдыздар тақырыбында. Жалпылама біздің заманымызда осы Юрий Алексеевич Гагариннің тұңғыш рет ғарышқа көтерілуінен бастап астрономияның жаңа саласы космонавтика, космос, ғарыш деген, наутик, кеме деген. Ғарышкерлік жедел, осы космонавтика жедел дамып келе жатыр. Бұл космонавтика әлем кеңістігіндегі ғарыш аппараттарының қозғалысын талдап зерттейтін сала. Одан кейін аспан денелерінің пайда болуын және дамуын зерттейтін астрономия саласын, ғарыштану, космогония деген салада пайда болды. Әлем туралы жалпы қасиеттері туралы астрономия ілімін ғарыштама, космология дейді. Ал енді аспан денелерін жер бетіндегі құралдарменен бақылауға бола ма? Ғарышқа ұшырылған телескоптармен де зерттеу барысында зерттеуге болады, және жер бетіндегі біздің Алматы территориясында да бар телескоп, бірақ енді үлкен көлемде емес, дегенменен де күн жүйесіндегі барлық планеталардың қозғалысын бақылап отыруға болады. Біз миллиардтаған галактикалар бар. Оның галактика деген уақытта нені түсінеді адам? Жалпылама галактика деп бәріне бір ортақ бір центрден айналатын сансыз миллиардтаған жұлдыздардың бір үлкен жүйесін айтады. Біздің галактика деп аталатығын галактикамыз сүт жолы деп атайтын біздің галактикада, сүт жолы деп атаймыз, біздің галактикада жай көзге көрінбейтұғын 200 миллиардтай жұлдыз бар. Ал қараңыз енді ойланып, 200 миллиардтай жұлдыз бар. Сол жұлдыздың біреуі ғана осы күн жұлдыз. Күнде жұлдызға жатады. Сары түсті жұлдызға жатады. Күннің құс жолының орасан бір мол жұлдыздарынан тұратұғынын Галилей айтқан болса да, бұл жаңағы аспанға қараған кезде көрінеді, сүт жолы ақ болып көрінеді, жолақ болып сүт жолы дейді. Бұны қазақтар құс жолы дейді. Екеуі бірдей, бір сөз. Біз осы құс жолы галактикасында орналасқанбыз. Біздің галактиканың құрамына кіреді осы жерден күнменен жердің ара қашықтығы 150 миллион километр қашықтықта орналасқан. Астрономияда бір жарық жылы деген өлшем болады. Мысалыға мінекей, күннен жарық жер бетіне секундына 300 мың километр жылдамдықпен 8 минутта жететін болса, сонда жарық бір жылда жүретұғынын, қанша жол жүретұғынын сол көбейтіп есептеуге болады. Осындай қашықтықты, яғни жарықтың күннен жер бетіне бір жылда жететұғын жарық бір жылда астрономияда бір жарық жыл деп аталады. Жалпылама галактиканың бір шетінен қарсы шетіне жарық 100 мың жылда, миллион жылда жетуі мүмкін. Әрқалай, әртүрлі уақытта жетуі мүмкін, өйткені ауқым өте кең. Біз мынау галактикалар туралы сөз қозғайтын болсақ, біздің галактиканың жасы 12 миллиард жылдай деп ғалымдар есептеп отыр. Осы біздің галактиканың формасы спираль
формасында спираль күн болса, осы спираль бұтағының шеткергі аймағында орналасқан. Күннің пайда болғаны 5 миллиард жылдай болды деп есептелінеді қазіргі мағлұмат бойынша. Ал оның күннің ядросындағы отындардың қоры 5-10 миллиард жылға дейін жететінін айтып отыр ғалымдар. Ал бізде кей адамдар айтып отыр, осы күн энергиясы таусылайын деп жатыр, ақыр заман жақындайын деп жатыр деп. Жоқ, әлі 15-10 миллиард жылға жететін қор бар екені анықталып отыр. Сондықтан да қорқудың қажеті жоқ. Галактикадағы барлық жұлдыздар оның ядросын айнала қозғалады. Ал күн галактика центрінен 25 мың жарық жылындағыдай қашықтықта орналасқан. Ал галактика центрін секундына 250 км жылдамдықпен 480 миллион жылда бір рет айналып шығады. Бұл уақыт аралығын бір галактикалық жыл деп атайды. Ал жердің күнді бір рет айналуына кеткен уақытта бір жыл дейміз. Ал сонымен бірге галактикалық жылда болатұғынын ұмытпауларыңыз керек. Галактика центрін секундына 250 км жылдамдықпен 480 миллион жылда бір рет айналып шығады. Осы айналып шығу үшін кеткен уақыт, бұл уақыт аралығын бір галактикалық жыл деп атайды. Біздің енді планетамыздың мағлұматтары тоқталатын болсақ, алдағы уақытта тоқталамыз. Жалпылама әрбір галактикалардың жасы, әлемнің негізгі құрылымы галактикалардың жасы 12-15 миллиард жыл аралығын құрайды. Олар демек галактикалардағы жұлдыздардың жасы әрқалай бірдей емес. Олардың центріне жақын орналасқан жұлдыздарды кәрі жұлдыздар, ал шеткері орналасқан жұлдыздарды жас жұлдыздар деп бөледі, айтады. Олай болатын болса, галактикалардың тағы бір айта кететін нәрсе, галактикалардың барлығы қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Мынау бұдан 15 миллиард жыл бұрын әлем болмаған, оны құрайтын галактикалар, жұлдыздар, планеталар, уақыт пен кеңістік болмаған қазіргі ғаламат әлем тығыздығы шексіз үлкен, ал көлемі шексіз кіші нүктеде ғана белгісіз бір заттың жарылысынан пайда болған деп әлемнің жаңа бастауында тұрған бұл жарылысты астрономияда осылай үлкен жарылыс деп атайды. Яғни қазіргі жан-жаққа бытырап, алшақтап бара жатқан галактикаларды кері қайтаратын болсақ, кері қарай жинақтайтын болсақ, олардың 15 миллиард жылдан кейін бір нүктеде түйісетіндігін ғылым дәлелдеп отыр. Міне 12 осындай әлем негізгі құрылымы жаңағы әлемнің негізгі құрылымы галактикалардың жасы 12-15 миллиард жыл аралығын құрайды деп айтамыз. Жалпылама галактикалар туралы қысқа түсінік бердік. Енді біздің келесі сабақта біз күн жүйесіне тоқталамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Сіздерге қандай мағлұмат керек, біз қысқа нұсқа түрде сұрақтарыңызға жауап беріп отырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла берекесін берсін, пайдалы ілім болсын.